Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның қалалары. Бүгінгі сабақта Қазақстанның қалалары туралы оқисың, қалалардың қай аймақта орналасқаны туралы сөйлесесің. Жаңа сөздерге назар аударайық. Шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік, орталық, аймақ. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік кітаптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Сұрақтарға назар аударайық. Жазғы демалыста қайда қыдырдың? Демалыс орнында болдың ба? Қандай қалаларға бардың? Оқушылар, ойланайық. Сұрақтарға қалай жауап бердіңдер? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен салыстырып көріңдер. Жазғы демалыста қайда қыдырдың? Жазғы демалыста оңтүстік, солтүстік аймақтарға қыдырып бардым. Демалыс орнында болдың ба? Иә, Бурабай демалыс орнында болдым. Қандай қалаларға бардың? Алматы, Нұр-Сұлтан, Көкшетау қалаларына бардым. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шыққанына сенімдімін. Екінші тапсырма. Қазақстанда қандай қалалар барын айт. Содан соң картаға қарап, жауабыңды тексер. Оқушылар, іске сәт. Қазақстанда қандай қалалар бар? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көріңдер. Қазақстанның батыс аймағында Орал, Атырау, Ақтөбе, Ақтау, солтүстік аймағында Қостанай, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Нұр-Сұлтан, шығыс аймағында Семей, Өскемен, оңтүстік аймағында Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкент, Алматы, Талдықорған, орталық аймағында Қарағанды, Жезқазған қалалары бар. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Көршіңмен сөйлес, үлгі бойынша орында. Үлгі: батыс аймақта Атырау, Орал, Ақтау, Ақтөбе қалалары орналасқан. Оқушылар, осы үлгіні негізге алып, тапсырманы орындайық. Іске сәт. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. Батыс аймақта Атырау, Орал, Ақтау, Ақтөбе қалалары орналасқан. Солтүстік аймақта Қостанай, Көкшетау, Нұр-Сұлтан, Павлодар қалалары орналасқан. Шығыс аймақта Семей, Өскемен қалалары орналасқан. Оңтүстік аймақта Қызылорда, Тараз, Алматы, Талдықорған, Шымкент қалалары орналасқан. Орталық аймақта Қарағанды, Жезқазған қалалары орналасқан. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Көршіңмен сөйлес. 5 қаланың қай аймақта орналасқанын сұра. Оқушылар, ойланайық. Қазақстанның 5 қаласы қай аймақта орналасқан? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен салыстырып көріңдер. Қазақстанның 5 қаласы, яғни Қостанай, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Нұр-Сұлтан солтүстік аймақта орналасқан.
Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. 5-ші тапсырма. Мәтінді толықтырып оқы. Менің атым Фарида. Мен Шымкентте тұрамын. Шымкент оңтүстікте орналасқан. Қалада әдемі жерлер өте көп. Біздің аймақта күн жылы, жеміс-жидектер тез өседі. Менің атым Дина. Мен Семейде тұрамын. Семей шығыста орналасқан. Семейде тауда, орман да бар. Менің атым Расул. Мен Оралда тұрамын. Менің қалам батыста орналасқан. Біздің өлкеде Шаған, Жайық, Деркөл өзендері бар. Оралда кеме жасайды. Менің атым Медет. Мен Бурабайда тұрамын. Бұл менің туған жерім. Бұл аймақты кейде Сарыарқа деп атайды. Бурабай солтүстікте орналасқан. 6-шы тапсырма. Мәтінді қайталап оқып, рөлдік ойынға қатыс. Үлгі. Мен Шымкентте тұрамын. Шымкент оңтүстікте орналасқан. Оқушылар, осы үлгіні негізге алып, рөлдік ойынға қатысайық. Оқушылар, рөлдік ойынға қалай қатыстыңдар? Жауаптарыңды бірге тексерейік. Мен Семейде тұрамын. Семей шығыста орналасқан. Мен Бурабайда тұрамын. Бурабай солтүстікте орналасқан. Мен Оралда тұрамын. Орал батыста орналасқан. Мен Шымкентте тұрамын. Шымкент оңтүстікте орналасқан. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Бүгінгі сабақтан не үйрендік? Қазақстанның қалалары туралы оқыдың. Қалалардың қай аймақта орналасқаны туралы сөйлестің. Енді бүгінгі сабағымызға жетістік баспалдағы арқылы кері байланыс жасайық. Сендердің барлықтарыңның бүгінгі сабақта білімдерің шыңдалды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 5-ші беттегі 7-ші тапсырма. Сөздерді суретімен сәйкестендір. Үлгіні қолданып, сөйлем құра. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.